Сәлем қыздар, бүгін өте дәмді профитроли дайындаймыз. Суға тұз, сары май салып, сары май ерігенше араластырамыз. Су қайнаған кезде ұн салып, тоқтамай араластырамыз. Ұн шарик болып жиналғанда газдан аламыз. Бөлме температурасына дейін бөлек ыдыста суытып аламыз. Жұмыртқаны салып, бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Кондитерлік қапшықтың көмегімен немесе қасықпен пергамент қағазының үстіне жайғастырамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіреміз. Профитролиді қалаған креміңізбен жеуге болады. Мен бүгін қайнатпалы крем жасаймын. Жұмыртқа, қант, сүтті бір келкі болғанша араластырамыз. Ұнды салып, тағы да бір келкі болғанша араластырып аламыз. Ыстық сүтке массамызды араластырып отырып саламыз. Қоюланғанша тоқтамай араластырамыз. Бөлме температурасына дейін суыған кремге ванильді, қант және жұмсақ сары майды салып араластырамыз. Бетін жауып толықтай суытамыз. Профитролидің ішіне кремді енгіземіз. Қалауымша әсемдейміз. Мен еріген шоколадпен әсемдедім. Керемет болып шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ас болсын.